Құрметті қатындар мен мырзалар, сіздермен бірге тез көке. Бүгін біз Mob Psycho 100 анимесінің 9-шы бөлімін көреміз. Ең үздік пікірлер бейнемізде көрсетіледі. Кім арнаға тіркелмесе, соның пілі өспейді. Ал дәстүр бойынша ұртқа құрт лақтырыңдар. Mob шикол болып балабақшаға барып жүргенде Цубомеге өз күшін қолданып түрлі фокустар көрсететін. Каникул аяқталып, оқушылар мектепке оралады. Сабақ кезінде мұғалім өмір жайлы айтып отыр, анау мынау деп. Осы кезде Mob Цубоменің келесі жылы басқа мектепке ауысатынын естиді. Оның барлық армандары мен үміттері күл талқан болады. Себебі ол оған әлі махаббатын мойындамаған еді. Тіпті Инукава да Мобтың Цубомеге ғашық екенін біледі. Шигео кеңес сұрау үшін дене шынықтыру клубының жігіттеріне барады. Бірақ Качокта да қыздармен қарым-қатынас жасауда аса тәжірибелі емес. Мусаши мен Тенга Мобқа сенім сыйлайды да жаттығу залына жүгіріп кетеді. Телепаттар клубының да махаббат жөнінде тәжірибесі жоқ. Такенака Цубоменің ойын оқуды ұсынады. Инукава мен басқалар Шигеоға сәттілік тілейді. Ал Томе шаш үлгісін өзгертуге кеңес береді. Мектептің артында бір жігіт Цубомеге сезімін білдіреді. Бірақ қыз оны бірден қайтарып тастайды. Мектептегі көптеген жігіттер Цубомемен кездесу туралы армандайды. Дәлізде Mob Мезотаға жолығады. Қыз Цубомен жігіттерді онды-солды қайтарып тастайтынын айтады. Оған ғашық болып сезімін білдіргісі келетіндерден ұзын сонар кезек бар. Цубоме жігіттердің жүрегін жаралайтын нағыз конвейер. Мезота Мобқа джентльмен болуды, пілін таза ұстауды және қызбен әңгіме жүргізуді үйрен деп кеңес береді. Әдеттегідей мектептегі жігіттердің бәрі Цубомеге тек сыртқы келбетіне бола ғашық. Бірақ оның ішкі әлемін ешкім танып білуге тырыспайды. Мезотаның ойынша Цубоме суық әрі қатал. Моб Аратакеден кеңес сұрауға барады. Кацуя бұл бірінші махаббат, таза сезім дейді. Ал Рейген Шигеоға алдымен махаббаттың шынайы екенін түсініп алуды ұсынады. Моб бала кезінде Цубомемен құмда ойнағанын есіне алады. Рейген шынайы әрі ұқыпты болуға кеңес береді. Егер қызбен қарым-қатынас құрғың келсе, өзіңді өтірік көрсетпей шынайы болған дұрыс. Кацуя Аратакадан мұндай сөздер естіп таң қалды. Ақыры милф клиенттер оған әрдайым ғашық болатын. Қайтып келе жатып, Моб Терукиді кездестіреді. Шигео оған бала кезінен бері Цубомеге ғашық екенін, бірақ енді оның басқа мектепке ауысатынын айтады. Теруки қалай әрекет ету керегін айтып, қызға сыйлық алу керектігін ұсынады. Мысалы, піспенан, қыздар оны жақсы көреді. Немесе гүл шоғын алуға болады. Кешке үйде Рицу ағасының бөлмесіне кіреді. Моб оған ертең Цубомеге сезімін білдіретін айтады. Рицу екінші маусымда құрбысы екеуі махаббат туралы кеңес алу үшін Аратакеге барғанын есіне түсіреді. Бірақ ол бұл туралы ағасына айтпайды. Тек Цубоме оның жүрегін жараламаса екен деп үміттенеді. Жігерлену үшін бір кесек қымыз ішіп, Моб қойын дәптерінен Цубоменің нөмірін тауып алады. Телефон тергенде ол қатты терлеп, қолы дірілдейді. Қыз тұтқаны көтерген кезде Мобтың анасы ас үйге кіріп келеді. Шигео басқа бөлмеге барып, Цубомемен жеке кездескісі келетінін айтады. Ол қызға ертең сабақтан кейін паркте кездесуді ұсынады. Мобтың дауысы қобалжудан дірілдейді. Рицу ағасы үшін уайымдайды. Цубоме кездесуге келіседі. Келесі күні Инукава мен Мезото Моб үшін қуанады. Сабақтар математика, химия, дене шынықтыру. Мектептегі күн әдеттегідей өтеді. Сабақтан кейін Моб гүл дүкеніне барып, гүл шоғын сатып алады. Минегиши оны байқап алып, тегін үлкен әрі әдемі хош гүлдерін ұсынады. Қуанышты Моб кездесуге асығады. Айналадағы адамдар оның қанға боялып жерде жатқанын көреді. Бір ер адам жедел жәрдем шақыруға тырысады. Қала дүрбеленде.
Барлығы жер сілкінісіне ұқсайтын бірдеңе болып жатқанын сезеді. Жаңалықтарда қирандылар көрсетіліп, эвакуация жарияланады. Кацуя телефонынан жаңалықтарды оқиды. Полицейлер рация арқылы мектеп оқушысының қолында гүл шоқтарымен қаланы қиратып жүргенін хабарлайды. Ес-түссіз күйде моп орман арқылы өтіп, жолындағының бәрін қиратады. Бірінші болып Теруки келеді. Ол Шигеоның неге бұлай жасап жатқанын түсінбейді. Теруки мопты сабырға шақыруға тырысады, алайда қуатты кинетикалық толқын оны кері серпіп жібереді. Шигеоның есінен адасқанын түсінген ол, досын тоқтатуға әрекеттенеді, бірақ тағы да ауыр соққыдан ұшады. «Досым, есіңді жи!» деп айқайлайды. Моп ағаштарды тамырымен жұлып алып, айналасына лақтырады. Теруки қорғаныс күмбезін жасайды. Мүмкін мәселе гүлдерде шығар. Олар Шигеоны ашуландырды ма деп ойлайды. Бірақ моп гүлдерді де барьермен қоршайды. Ол Терукидің мойнынан ұстап алып, оны бар күшімен лақтырады. Блондин бірнеше квартал ұшып, ғимаратқа соғылады. Қала тұрғындары үрейленіп, жан-жаққа қаша бастайды. Алайда Теруки қираған бөлшектердің астында қалған кішкентай қызды құтқарып қалады. Ол абдырап, мүмкін моп шынымен есінен айырылған шығар деп ойланады. Шигеоның бақылаусыз күші айналаны қиратып, жойқын апатқа айналып барады. Теруки оны тоқтатып болып, моптың шынайы болмысына үн қатады. Бір сәтке Шигео есін жиғандай болды. Ол өз айналасындағы қирандылар мен күлге айналған көшелерді, сондай-ақ Терукидің Мұхтар Әуезовтің шаш үлгісіне ұқсаған шашын байқайды. Бірақ ол өз бойындағы бейсаналық тұлғаны бақылауға ала алмайды. Теруки қала тұрғындарын қорғаныс күмбезімен қорғап, ақыры бар күшін сарқып, есінен танып қалайды. Осы уақытта Кояма мен Юсуки азық-түлік дүкенінде жұмыс істеп жүреді. Кенет сыртқа шығып, өздеріне туралап келе жатқан мопты көреді. Кояма оны тоқтатуға шақырады, бірақ басқа амалдың жоқтығын сезінген екі жігіт Шигеоның балама тұлғасымен жекпе-жекке шығуға мәжбүр болды. Осы уақытта Цубоме мопты саябақта күтіп отырады. Барлық эвакуацияланған адамдарды мектептің спорт залына жинайды. Мизоте, Томе, Мусаши және басқалары жаңалықтардан көрсетілген фотода Шигеоны танып қояды. Қаланың жер сілкінісінен қалтырағаны сонша, Аратака кеңсесін тастап, баспаналауға шешім қабылдайды. Кацуя оған жаңалықтардан алынған суреттерді көрсетеді. Қираулардың басты себебі моп. Осы уақытта Когот ұйымының мүшелері отырған ұшақ апат орнына қарай ұшады. Джозеф қамаудағы қылмыскерлерге тапсырманы сәтті орындаса, олардың жаза мерзімі қысқартылатынын түсіндіреді. Олардың арасында Тойчиро Сузуки де бар. Ол басқа қылмыскерлерді соққыға жығып, Хаториге есікті ашуды бұйырады да Free Fire ойындағыдай ұшақтан секіріп кетеді. Мектеп кеңсесінің жиналысы кезінде Рицу әлде бір сұмдық күштің жақындап келе жатқанын сезеді. Оның ағасы екенін түсініп, кабинеттен атып шығады. Ол Шигеоны Цубоме тастады ма екен, сол үшін есінен адасты ма деп ойлайды. Қираған көшелер мен қан іздерін көреді. Моп Кояма мен Юсуки жұмыс істеген дүкенді қиратады. Дәл осы сәтте Тойчиро аспаннан жерге құлап түседі. Кояма мен Юсуки антан. Тырнақ ұйымының бұрынғы жетекшісі мұнда қайдан тап болды? Тойчиро бірден мопқа қарсы беттейді. Күнді керек сыйлақ топ, менің жоғалтарым жоқ, тәуекеден тияқ топ, жоспарларды қият топ, ақылды мұқуят топ, әңгімеңді көтін етіп келтір деді зиян топ, пасекенім риян топ, ес ойымды жият топ, мұнда маясадым өзде есатық. Әкесіне көмекке Сузуки келеді. Олар түк түсінбей неге Шигео кенеттен есінен адасты деп ойлайды. Қуатты соққы алғаннан кейін Тойчиро энергияны өзіне сіңіріп алады. Әкесі Шоға мопты титықтатып, оның күшін сарқып бітіргенше күту керек екенін айтады. Бұл кезде Рицу оқиға орнына жүгіріп келеді. Ол балалық шағын есіне алады. Ағасы бұрын мейірімді, ашық жарқын болатын, бірақ сол бір оқиғадан кейін өзін тұйықтап алды. Моптың екінші тұлғасы толықтай бостандыққа шыққан. Рицу ес-түссіз жерде сұлып жатқан Терукиді табады. Tulaydı benim yüreğim senin canda, senin canda, senin canda. Dağında beksizdim senin canda, senin canda, senin canda. Juanı pıtı balaşa, lüzümene de boska. Kandı kemi tımaşa, kandı kemi tımaşa. Juanı pıtı balaşa, lüzümene de boska. Kandı kemi tımaşa, kandı kemi tımaşa. Tulaydı benim yüreğim senin canda, senin canda, senin canda. Dağında beksizdim senin canda.
Шигео өз бойындағы бақылаудан шығып кеткен күшпен күресуге тырысады. Тоичиро ұлына қашуды бұйырады, бірақ мобты тоқтатудың жалғыз жолы психикалық жарылыстың бүкіл күшін өзіне сіңіру. Ол өзін құрбан етуге дайын, бірақ шок етпейді. Тоичиро мобтың күші шектен тыс екенін түсініп, оны тоқтата алмайтынын мойындайды. Джозеф Хаториге Тоичироны қайтып алып кетуге бұйырады. Шоға сүйене отырып, Тоичиро өткен шайқасты есіне алады. Ол кезде моб дұрыс айтқан еді. Күнделікті өмірде артық күш қолданбау керек. Рицу мектеп шатырына шығып, күл талқаны шыққан қаланы көреді. Көшеде мобқа қарай дене шынықтыру клубының жігіттері жүгіреді. Мүмкін Шигео лунатизм ұстап қалған шығар деп болжайды. Бірақ моб бір соққымен бүкіл спортшыларды қиратып жібереді. Сагава, Шигео бұрынғы қалпына келші деп жалбарынады. Рицу да оқиға орнына жетеді. Ол үнемі мобтың қараңғы жағын қорқынышпен қабылдағанын мойындайды. Бірақ енді түсінді. Психикалық моб та оның ағасының ажырамас бөлігі. Шигео інісін естігенімен әлде екінші тұлғасын басқара алмайды. Балалық шағында Рицу ағасының қауіпті күшінен қорқып, оны күйзелістен барынша сақтауға тырысатын. Енді ол мобқа тоқта деп жалынады. Бірақ кенеттен энергия толқыны оның тұла бойын қатырып тастайды. Шигеоның денесі оған бағынбайды. Ол қараңғылыққа қамалғандай. Oylanmam söyle balıktı de kalmasın. Aykırma kalktımın aklına tıkılasın. Anandı çıladı verilasın. Şamandı gül meylesi konasın. Kuşerezdi bu sekol kovasın. Gündüdün kalktım eserim hatasın. Men bas kosasın. Verirsin bırakasın. Fenasın ulanı pamalı kabasın. Vursa uğrarsın. Теледидардан Нанако мен Тара жаңалықтарды көреді. Қаланың үстінде алып құйын пайда болады. Адамдар мұның жойқын эксперименттің нәтижесі ме, әлі бөгде ғаламшарлықтардың шабуылы ма, белгісіз деп болжап жатыр. Аратака мен Кацуя апат орталығына қарай ұмтылады. Асфальтта сұлап жатқан Рицу есін жинады. Өз санасының ішінде моб өзінің екінші тұлғасымен бетпе-бет кездеседі. Зұлым жағы оны жалған тұлға деп атап, оны жою арқылы толық билікке ие болғысы келеді. Аратака Кацуядан оны құйынның ортасына қарай бағыттауды сұрайды. Мобтың ішкі дауысы: "Мен тірі емеспін, мен баяғыда көлік соққан кезде өлдім. Қазір мен тек экстрасенсорлық күштің арқасында қозғаламын." Цубоми алыстан құйынға қарап ойланады. Ол кетудің орнына Шигеоны күтіп қалуға шешім қабылдайды. Кацуя құйын оның энергиясын сорып жатқанын түсінеді. Аратака оны қайтып келуге шақырады да жолын жалғыз жалғастырады. Шигеоның санасының ішінде шынайы болмысы қабышқадай ұшып бытырап кетеді. Оның қара ниетті жағы өткенін есіне алады. Бала кезінде моб Цубомиге ғашық болған еді. Қызға оның экстрасенсорлық қабілеттерімен жасаған сиқырлары ұнайтын. Қара ниетті болмасы Цубоми шын мәнінде тек өзін сүйгенін, ал әлсіз мобты ешқашан сүймегені жайлы айтады. Аратака мобты психологиялық күйреу жағдайында табады. Қара ниетті жағы ұстазы Рейгенді өтірікші деп атап, оның Шигеоны әрдайым өз мүддесі үшін пайдаланғанын айтады. Аратакаға шын мәнінде мобтың экстрасенсорлық күші ғана керек болған. Демек оған тек қара ниетті болмасы қажет еді. Бір тас Аратаканың басына тиеді. Рейген кешірім сұрайды, өйткені ол мобтың осыншалықты күшті ұстап келгенін ешқашан білмеген еді. Қатты жел Рейгенді тас пен қабырғаға соғады. Аратака қайтып тұрып, бірақ қайта құлап түседі. Ол айқайлап, мобтан өзін тыңдауын өтінеді. Рейген мобтың аяғынан ұстап үлгереді. Алайда қара ниетті Шигео ештеңе естігісі келмейді. Аратака оның жолын бөгейді. Моб Рейгеннің қайдан осыншама күш алғанына таң қалады. Бірақ шын мәнінде оның денесіне гуру қонып алған еді. Аратака әрдайым өтірік айтқанын мойындайды. Оның ешқашан экстрасенсорлық қабілеті болмаған, ал ол шын мәнінде Шигеоны өз пайдасына пайдаланған. Мобтың айналасындағы құйын біртіндеп басылады. Рейген алғаш рет Шигео оның кеңсесіне келген күнді есіне түсіреді. Аратакаға ауыр, ол сонша адамды алдап,
оларға кеңес берген еді. Бірақ ол түсінеді, жан күйзелістері адамдар үшін қалыпты нәрсе. Ол мопқа әрдайым өз болмысын жоғалтпауын өтінеді. Шигеоның санасында ішкі диалог басталады. Моп өзін екінші меннен қолын созады. Екеуі бір тұлғаға бірігеді. Моп Цубомемен кездесуге барады. Ал бұл уақытта Гуру мен Рейген әңгімелесіп отыр. Шигео қайтып келеді. Көзінде жас. Өйткені Цубоме оны қайтарып жіберді. Гуру мен Аратака оны жұбатып, өмір алда өзіңді бағаламайтын қыз үшін уайымдама деп кеңес береді. Жаңа оқу жылы басталады. Мезато мен Такенакамен сөйлескеннен кейін Моп дене дамыту клубындағы жігіттермен бірге жүгіруге шығады. Мусаши жоғары сыныпқа ауысқандықтан енді клубты Сагава басқарады. Рицу оқушылар кеңесінің төрағасының орынбасары, ал Моп дене дамыту клубы басшысының орынбасары. Екеуі бір бағанаға шығып кеткен мысықты байқайды. Моп оны құтқаруға ұмтылады, бірақ мысық ағашқа секіріп кетеді. Көшеде оларды Теруки кездестіреді. Ол жақын арада бірге сауда жасайық деп ұсыныс айтады. Рицу сол маймыл бейнеленген футболканы есіне түсіреді. Үшеуі рухтар мен басқа да тылсым құбылыстарға кеңес беру кеңсесіне келеді. Ол жерде Кацуиден бөлек Томе де жұмыс істейді. Кеңсеге телепаттар клубының жігіттері Шо Сузуки және зертханадағы балалар да келеді. Барлығы Рейген Аратаканың туған күнімен құттықтау үшін жиналған. Солай достар, егер біздің видеолар ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, қазақ контентін қолданыңыздар. Айтпақшы ұмытпаңыздар, тілді таза ұстау денсаулықтың кепілі. Қарағандарыңыз үшін рахмет.